Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін халықаралық сауда теориясын, оның ішінде экспорт операцияларын қарастыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, экономикалық жүйенің екі типі бар: ашық экономикалық жүйе және жабық экономикалық жүйе. Ашық экономикалық жүйеде осы ел басқа мемлекеттермен еркін экспорттық, импорттық операцияларды жүзеге асырады. Жабық экономикалық жүйеде мемлекет сыртқы мемлекеттермен, басқа мемлекеттермен халықаралық экономикалық қарым-қатынасқа түспейді, немесе ондай операциялардың үлесі өте аз болады. Біз сіздермен экспорттаушы елдің мысалын қарастырайық. Алдарыңызда бұл теорияны түсіндіру үшін біз сұраныс және ұсыныс теориясын қолданатын боламыз. Графикте кемімелі сұраныс қисық сызығы және өспелі ұсыныс қисық сызығы белгіленген. Жабық экономикалық жүйеде тепе-теңдік баға, price equilibrium, ішкі тұтынушылар мен ішкі фирмалардың қарым-қатынасы негізінде анықталады. Егер де осы елдің фирмалары салыстырмалы бәсекелестік артықшылыққа ие болған жағдайда, бұл дегеніміз, бұл елдің фирмалары басқа елдің фирмаларымен салыстырғанда аталған тауарды бірдей сапамен, бірақ арзан өзіндік құнмен өндіре алады деген сөз. Демек, ішкі баға әлемдік бағамен салыстырғанда төмен болады деген сөз. Бұл жағдайда осы ел сыртқы экономикалық қарым-қатынасқа түскен жағдайда ішкі операциялар әлемдік бағамен жүзеге асырылатын болады. Әлемдік бағамен ішкі ұсыныс көлемі өседі, quantity supply, бірақ қымбат бағамен осы тауарға деген ішкі сұраныс көлемі азаяды, quantity demand. Quantity supply мен quantity demand ұсыныс көлемі мен сұраныс көлемі арасындағы айырмашылық экспорт көлемін береді, және бұл тауар көлемі экспорт халықаралық нарықта сатылатын болады. Экспорттық операциялардан пайда кім көбірек алады? Алдарыңызда графикте көріп отырғандай, өндірушілердің ұтысы тұтынушылардың ұтысымен салыстырғанда әлде қайда көп болады. Бастапқыда тұтынушылардың ұтысы ішкі бағамен A-B зонасына тең болған жағдайда тең болса, ал өндірушілердің ұтысы C зонасына тең болды. Енді операциялар әлемдік бағамен жүзеге асырылған жағдайда тұтынушылардың ұтысы тек қана A зонасына шектеледі, ал өндірушілердің ұтысы B, C, D зоналарына тең болады. Егер де аталған өзгерістерді кесте ретінде белгілейтін болсақ, жабық экономикалық жүйе кезінде сыртқы операциялар жүзеге асырылмаған жағдайда тұтынушы ұтысы AB зонасына, өндіруші ұтысы C зонасына тең болды, және жалпы ұтыс тұтынушылар мен өндірушілердің жалпы ұтысы ABC зонасына тең болған. Енді экспорт операцияларын жүзеге асыру барысында тұтынушы ұтысы A зонасына дейін қысқарады, себебі тұтынушылар қымбат бағамен және тауардың аз көлемін сатып алуға мәжбүр. Ал өндірушілер қымбат бағамен көбірек өнім сатады және халықаралық нарықта өнім сатады, экспорттаушы болады. Өндірушілер ұтысы C зонасынан BCD зонасына дейін өседі. Ал жалпы ұтыс ABCD зонасына тең болады. Бастапқы жалпы жиынтық ұтыспен экспорт операцияларын жүзеге асыру кезіндегі жиынтық ұтысты салыстыратын болсақ, экспорт операцияларынан жалпы ұлттық әл-ауқат жақсаратынын көреміз. Өйткені жалпы ұтыс зонасы қосымша D зонасына артатын болады. D зонасы ол халықаралық саудадан алынған қосымша ұтыс аумағы болып табылады. Демек, экспорттық операциялардан көбінесе пайданы өндірушілер алады, бірақ жалпы елдің әл-ауқаты жақсарады.